Ассалаумағалейкум, қазақ елі, барша қазақстандықтар. Менің есімім Азамат Маркленов, мен шоу Ирина Қайратовна тобының мүшесімін. Мына соңғы жағдайда концертке тоқталып кеткім келіп жатыр. Өз басым баршаларыңыздан, бүкіл қазақстандықтардан үлкен кешірім сұрағым келеді. Өзімді сахнада мәдениетсіз ұстағаным үшін, ішімдік ішкенім үшін бұл мойындаймын. Бұл менен кеткен үлкен қателік. Бүгін мен үшін үлкен сабақ. Ендігі қайталанбайды деп уәде беремін сіздерге. Себебі біздің концерттерге тек қана жастар емес, жасөспірімдер, кішкентай бүлдіршіндермен келетін жанұялар бар. Сондықтан баршаларыңыздан үлкен кешірім сұраймын. Жаман ниет, жаман ой ешқайсымызда болған емес, кешіріңіздер. Және екінші жағдай тоқталып кететін, ол өзімнің әріптесім, досым. Осы концертке арнайы шақырылған Шиза үшін де үлкен кешірім сұрағым келеді. Шиза туды біреуге бергісі келгені, біреуге естелік болып қалсын деген оймен істегісі келген еді. Бірақ енді сәл ішімдіктің кесірінен деп ойлаймын, мойындаймын оны. Кешіріңіздер. Друзья, также хотелось добавить, что в интернете везде раскручивают видео, где якобы мы и другие артисты выступали на одной сцене этим вечером, но это неправда. Этим вечером на сцене были только мы и Шиза. Больше никаких артистов не выступало в этот день. Никита? Подожди, это что за человек будет? Не, біз ақтағамыз ол ту. Ал. Дамма. Балуан Шулан! Нет, у нас все ровно, ребят, все нормально, сори, бывает. Это, оказывается, административный штраф. Друзья, Шиза, ваши аплодисменты, друзья. Я хочу... Марка! 6 утра снова не спал. Бәрі енді ғана бастап.